Парақшамыз мына негізгі HTML тегтермен жасалған екен. Парақшамызды сәндегіміз келсе CSS-ті қалай қосушы едік? Біз style тегін қолданатынбыз. Сонда браузер парақшамызға стиль беру керек екенін түсінетін. Әдетте style тегін head тегінің ішінде орналастырамыз. Себебі style стиль ережелеріміз парақша документінен бұрын оқылып дайын тұру керек. Егер style тегін документ соңына қосатын болсақ, SKG, яғни стильсіз контенттің жарқ ету атты көрініске тап болуымыз мүмкін. Бұл дегеніміз алдымен документ жүктеледі де, содан кейін барып стиль жүзеге асады. Нәтижесінде біз белгілі бір уақытта мүлдем сәні жоқ парақшаны көріп қалуымыз мүмкін. Орнына апарып қояйын. Сонымен қазір біздің парақшаның стилі бар. Парақшамызды интерактивті ету үшін JavaScript-ті қалай қосуымыз керек? Ол үшін біз script тегін қолданамыз. Және script тегі үшін ең дұрыс орын жабылатын body тегінің алдына қосу, яғни документтің соңы болып табылады. Мен console log және ішіне бір кішкене хабарлама жазайын. Сәлем достар дейміз бе? Деп жазып, JavaScript жұмысын тексеріп көре аламын. Сіздер бұл функцияны бірінші рет көріп тұрған шығарсыздар. Консоль дегеніміз JavaScript кодты тексеруге арналған браузердің терезесі деп айтсақ болады. Оны сіздер Windows болса F12 батырмасын басып таба аласыздар, немесе Ctrl-Shift-I, MacBook болса Command-Option-I батырмаларын басу арқылы, тіпті болмаса тінтуірдің оң жағын басып посмотреть код дегенге өтіп көре аласыздар. Міне, мен осылай консоль тереземе өтемін де функциямның дұрыс жұмыс істеп тұрғанына көз жеткіземін. Міне сәлем деп бізде шығып тұр. Сіздер де видеоны тоқтатып тексеріп көрсеңіздер болады. Қып-қызыл болып шығып тұрған қателерге қатты мән бермеңіздер. Ең бастысы бұл құрал жазған кодымызды тексеріп алуға өте пайдалы. Енді JavaScript көмегімен парақшамыздың өзіне өзгеріс енгізіп көрейік. Ол үшін мен алдымен document.body .inner HTML тең сәлем достар деп іске қоссақ, алдыңғы парақшамыз жоғалып JavaScript-те жазған сөйлем шығады екен. Сонымен мұна жол нені білдіреді? Ең алдымен бұл body тегін тауып алады да ішіндегі контентті алмастырады. Егер мен скриптті head пен style тегінің арасына парақшаның басына орналастырсам не болады екен? Жұмыс істемей қалады. Неге? Себебі веб парақша body тегін көрмей тұрып скриптті оқып қойды. Сондықтан мен бұл жерде документ body көріп тұрған жоқпын деп ары қарай өтіп кетті. Осы себепті біз скрипт тегін парақша документінің соңына қосуымыз керек. Сонда ғана браузер алдымен body тегіндегі контентті толық оқып алады, сосын барып соңына қосылған скриптті жүзеге асырады. Біз алдымен парақшамыздың сыртқы келбетін жөнге келтіреміз. Содан кейін барып оған JavaScript арқылы жан береміз. Осы жерде документ басына қосылатын CSS-тің басты ерекшелігі ол әлі жоқ контентке қолданыла береді. Яғни браузер алдымен стиль ережелерін оқып, есте сақтайды да, контентке келгенде қажет стильді орнатып бере қояды. Ал JavaScript үшін контент алдын ала анықталу қажет. Негізі веб бағдарламалаудағы мына метафора өте орынды. Сайтты адам келбетінде елестетсек, HTML парақшаның қаңқасы, CSS оның денесі, сырт келбеті, киімі деп жүреді. Ал JavaScript оның қозғалысы. Сондықтан скрипт тегін парақшаларыңызға қосып, алғашқы кодты жазып көріңіздер. Ал келесі сабақтарда бұл кодты тереңірек зерттеуге сөз беремін.